Жапония сонына дейін түсіну мүмкін емес ел. Оның тарихы жұмбақтарға, өрлеу мен құлдырауға толы. Ал мәдениеті соншалықты ерекше, тіпті басқа әлемнен келгендей көрінеді. Бұл самурайлар намысы үшін шайқасқан, император құдайлардың ұрпағы деп саналған. Ал өмір философиясы жапондарды әлемдік көшбасшыларға айналдырған ел. Бірақ қалайша бір кездері жабайы және бытыраңқы аралдық мемлекет бүгінгі күні әлемнің ең қуатты державаларының біріне айналды. Бүгін мен сіздерге Жапония тарихын айтып беремін. Бірақ оны мектеп оқулығында емес, қызықты ерекше фактілер мен таңғажайып дәстүрлер арқылы жеткіземін. 20 мың жыл бұрын Жапонияға жаяу жетуге болатын. Иә, ешқандай кеме керек емес еді. Өйткені теңіз деңгейі төмен болатын. Ал Жапония Азиямен құрлық арқылы байланысқан жарты арал еді. Алайда табиғат өз дегенін жасады. Теңіз деңгейі көтерілді, құрлық су астында қалды. Аралдар бөлініп, қазіргі Жапония пайда болды. Қазіргі жапондардың ата-бабалары келгенге дейін бұл жерде айын тайпасы өмір сүрді. Олар қою сақалды, ақшыл терілі жұмбақ халық болды. Олар ана аулап, балық аулап, рухтарға сеніп, өркениетке ұмтылмады. Бірақ біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасырларда аралдарға жаңа қоныстанушылар келді. Қазіргі жапондардың ата-бабалары. Олармен бірге күріш, металл және болашақ ұлы өркениеттің алғашқы іргетасы келді. Біздің дәуіріміздің 3 ғасырына қарай Жапонияда 100 деген шағын мемлекеттер өмір сүрді. Олар үнемі бір-бірімен соғысты. Бірақ олардың ішіндегі ең айлакері Ямато атты мемлекет болды. Осы клан өзге аумақтарды біріктіріп, бүгінгі Жапон монархиясының негізін қалады.